Сабақ тақырыбы газ алмасу. Тыныс алу деп ағзамен қоршаған орта арасындағы газ алмасу үдерісін атайды. Барлық тіршілік иесі оттегіні сіңіріп, көмірқышқыл газын шығарады. Ағзаның әрбір жасушасының жұмысына энергия қажет, ал энергия тамақпен бірге түскен органикалық заттардың оттегіні пайдаланып, тотығу және ыдырау кезінде түзіледі. Адам ағзасында оттегі қоры жоқ, сондықтан үздіксіз қамтамасыз етіледі. Тыныс алу мүшелері мен қан тамырлар жүйесі денеміздің әрбір жасушасын қажетті оттегімен қамтамасыз етеді және түзілген көмірқышқыл газын шығарады. Көптеген ғалымдар қан тамырлар жүйесі мен тыныс алу жүйесін ағзамыздың біртұтас кардиореспираторлық жүйесіне біріктіреді. Адамның тыныс алу мүшелеріне мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмекей, кеңірдек, бронхлар, өкпе жатады. Өкпеден басқа мүшелері ауа жолдары деп аталады және оларда жұтылған ауаны жылыту, не салқындату, шаң-тозаң мен микробтан тазарту сияқты қызметтер атқарады. Ал өкпеде газ алмасу жүзеге асады. Ауа өкпеге бронхы бойынша еніп, бронхиолалар өкпе көпіршіктері альвеолалар арқылы аяқталады. Әрбір альвеола қан тамырларымен шырмалған. Оларда вена қаны көмірқышқыл газынан арылады, оттегімен қанығып, артерия қанына айналады. Қан өкпеде көмірқышқыл газын бөліп шығарып, оттекке қанығады. Оттекке қаныққан қан үлкен қан айналым шеңбері бойынша ағзамыздағы әрбір жасушаға тасымалдайды. Гемоглобин көмірқышқыл газын беріп, оттекті қосады және газ алмасу альвеола қабырғасы мен вена капилляр арқылы жүзеге асады. Қан оттекпен қаныққан соң өкпеде болған ауаның құрамы өзгереді. Азот өзгеріссіз болады, оттегі тыныс алғанда 21% шамасы, ал тыныс шығарғанда 16% мөлшерінде болады. Көмірқышқыл газы 0,3% тыныс алуда, ал тыныс шығарғанда 4% шамасында болады. Ұлпадағы газ алмасуға тоқталсақ, алдымен артерия қанында оттегі көп болады. Ол оттек диффузия арқылы ұлпа сұйықтығына өтеді. Ұлпа сұйықтығынан кейін дене жасушаларына өтіп, ол жерде митохондрия органоидтар арқылы энергия алу үшін қолданылады. Көмірқышқыл газы түзілген ол жасушааралық сұйықтыққа одан кейін қан капиллярына сіңіріледі. Осылай артерия қаны вена қанына айналады. Капиллярлар көп торланған мүшелерде жасушааралық сұйықтық делдал болмайды. Яғни оттегі тікелей дене жасуша мембранасы арқылы олардың цитоплазмасына өтеді. Ұлпаларда қан оттекті береді, көмірқышқыл газына қанығады. Вена қаны жүрекке, содан соң өкпе артерия арқылы кіші қан айналым шеңберіне түседі. Әрі қарай өкпеде көмірқышқыл газын беріп, оттекке қанығу болады. Енді оқу тапсырмасы. Бірінші тапсырма бойынша сәйкестендіру, екінші тапсырма бойынша тұжырымның дұрыс немесе қате екенін анықтау. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Альвеола өкпеде газ алмасу жүретін өкпе көпіршігі. Гемоглобин газ алмасу қатысатын қанның қызыл пигменті. Диффузия заттардың көп жағынан аз жағына қарай концентрация бойынша таралуы. Капилляр ол ең жіңішке қан тамыры. Оттек ағзаға энергия алу үшін қажет, дұрыс. Өкпеде тек көмірқышқыл газы жиналады, бұл қате. Альвеолалар капиллярлармен шырмалған, дұрыс. Азоттың мөлшері тыныс шығарғанда қатты өзгереді, бұл қате, ол өзгеріссіз болады. Гемоглобин оттекті тасымалдайды, дұрыс. Келесі оқу тапсырмасы салыстыру өкпедегі және ұлпадағы газ алмасуды салыстыра отырып, Вен диаграммасын толтырыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.